Стат отчетқа кіресіздер, қалдыруды басасыздар. Мына жерде респонденттер деген бар. Соны бассаңыздар, респондент кабинетini басасыздар. Содан кейін стат отчет тапсыратын сайтқа өтесіздер. Мына жерде войти-ді басып, согласие бересіздер. Потом галочка қойып, ECP-ны таңдайтын боламыз. Паролімізді енгіземіз. Открыть. Подписаться-ны басамыз. Міне кабинетке кірдік. IP-ның данные шығады мына жоғары жақта. Мой отчет дегенді басасыздар. Мына жерде қай уақытқа дейін тапсыру керек және не сдано деп тұр. Енді соны тапсыратын боламыз. Сдать отчетты басамыз. Мына жерде страницада открыть дегенді басуымыз керек. Сол бойынша қазір толтыратын боламыз. 3 страница шығады. Міне открыть басқаннан кейін IP-ның данные шығады. Выбрать басамыз. Ештеңеге тиіспейміз. Открытті басуымыз керек. Открытті басамыз қазір. Міне страница шықты. Осыларды толтыратын боламыз. Мына жоғары жақта 1 сағат деп тұр. 1 час, соны қоюды ұмытпаңыздар. Енді мына жерде SQ дейді. Сіздің жаңағы окетіңізге сай соны SQ кодын қоясыздар. Енді үшіншісінде мына жерде данные толтыру керек. IP-ның данныйларын толтырамыз. Жаңағы фамилия, имя, отчество деген сияқты, телефоны и почтасы. Енді екінші страницаға біздер басқа окет таңдаймыз. 2 окет совпадать етпеу үшін. Мына жоғары жақта қызыл тұр ғой. Сол 2 окет таңдалғасын. Қазір мен дұрыстап таңдадым. Қазір мына жерде сохранитті бассақ, бізде бәрі четко болады. Міне данные сохранено деп тұр. Енді отправить етеміз. Эрсамен қол қоятын боламыз қазір. Қол қойғаннан кейін бізде тапсырылды деген электронный бумажный қағаз береді. Оны төменгі жақта көрсететін болам. Міне подписаться. Закрыть басамыз. Міне айттым ғой сіздерге. Осы қағазды шығарып алсаңыздар болады. Енді отчетты қайдан көреміз, тапсырылған, тапсырылмаған. Ол үшін артқа қарай жүреміз. Енді мен қазір обновить етіп жіберем. Потому что мана кіріп қойдым. Мына жерде обновление жасағаннан кейін сдан деп тұрады. Отчет сдан деп тұрады. Міне сдан деп тұр. Көрдіңіздер ғой? Отчеттарыңыз тапсырылды. Осылай тапсырып алсаңыздар болады.